Саламатсыздар ма, құрметті подписчиктер. Бүгін бізде принтер Canon MF40-18. Бұл принтерні алып келген себебі ішінде ешқандай қағаз жоқ. Занятие бумаги деген ошибка шыға береді. Принтердің компьютері қосылған кезде де, қоспаған кезде де осында ошибка шығып жұмыс істемей жатыр. Қазір крышкасын ашып ішін көрейік. Мінекей картриджін сыртқа шығарамыз. Ішінде ешқандай қағаз қалмаған, ешқандай қағазы мыжылып тұрып қалмаған. Свет жағып көрейік, мінекей ар-бер. Бір қарап шығамыз, жан-жағын ешқандай қағаз жоқ, жыртылып қалған. Бірақ дегенмен ошибка шығады, заметьте бумаги деген. Отверткамен мына датчикке бір басып тексеріп көрейік. Шестеренкалар айнала ма жоқ па, яғни моторчик істей ма жоқ па. Моторчик бір істеп бір рет айналады, тоқтап қалады. Мінекей байқасаңыздар, дауысы шығып жатады. Бір айналып тоқтап қалады. Мінекей осы мәселені енді шешу керек. Ол мәселені шешу үшін біз принтерні полный шашамыз. Принтердің арқасында шуруптар бар, екі шуруп. Соны босатамыз. Принтердің крышкаларын босату барысында жан-жақтарында защелкалар болады, яғни элмектер. Оларды міндетті түрде босатуымыз керек. Әрқайсы крышка деген сөз, бұл жерде алдыңғы, артқы, жан-жағында, төбесінде крышкалар көп, бөлек-бөлек болады. Барлығының шуруптарымен защелкалар болады. Қазір артқы шурупты алып болдық. Енді алдыңғы крышканы ашу үшін төбедегі екі шурупты ашамыз. Бұл жерде мына крышкаларды ашқан кезде бұл принтердің шуруптары әртүрлі типтегі. Олар бір-біріне сәйкес келмейді. Сол үшін әрқайсы шуруп, бір топ шуруптары әрқайсысын бөлек-бөлек жинап қойған жақсы солға. Мына бетіндегі крышканы алу үшін защелкаларын босатып алуымыз керек. Алдымен төмендегі нені босатып аламыз. Мінекей босады. Плоский отверткамен. Бетіндегі крышканы алға шамал тартатын болсақ, өз жайымен босай бастайды. Және оның екі шетінде защелкалар бар, соны босатуымыз керек. Төмен жақта екі шетіне защелка ұстап тұр. Принтерні аударып көреміз. Мінекей мына жерде бір шетіндегі защелканы ажыратып алдық. Енді екінші шетіндегі ажыратамыз. Жоғары крышканы ажырату үшін бір шурупты босатып, мына ұстап тұрған держакты босатып алдық. Жоғары сканерді бөліп алу үшін алдымен кабельдерін босатып алуымыз керек. Әйтпесе ол босамайды. Ол шамалы қиындау. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, қалай босағаны варианттарын көрсетілген. Принтерні шашу барысы, жинау барысы, қалай жөндеу барысы барлығы осы видеода көрсетілген.
Сол үшін мұқият болып видеоны басынан аяғына дейін толық көргендеріңіз дұрыс. Толығымен түсініп алу үшін. Оны видеоны бір жерін көріп, екінші жерін көрмей кетсеңіз түсінбей қаласыз. Сол үшін менің каналыма тіркеліп, видеолардан хабардар болып тұрыңыз. Жаңа видеолар шығып тұрады. Алдыңғы крышканың зашелкасын төмен жақта таптық. Төмен жақтан зашелка, үлкен зашелка ұстап тұр екен, соны босатамыз. Үлкен зашелка болған үшін шығу қиын болып жатыр. Мінекей енді босады. Алып бір шетке қоямыз. Передний панелі алдық. Енді келесі мәселе. Міне жан-жағында екі зашелка тұр, көргендеріңіздей. Үлкен зашелкалар. Соны бір басып, ары қарай итеріп шығарамыз. Ол бірі алдыңғы бетінде тұрған екі зашелканы босаттық. Тура сол крышканың арғы бетінде, арқа жағында тағы да зашелкалар бар. Соларды ажыратуымыз керек. Негізі заметьте бумаги деген көбінесе принтерден печать шығарып жатқан кезде қағаз мызылып жиналып қалады. Қағаз мызылып жиналып қалған кезде датчик подачи деген бірнеше датчиктер экранға сообщение береді. Сол датчиктерді тексеріп шығамыз. Ол датчиктер ішкі құрылғылардың қасында орналасқан болады. Принтердің сол датчиктерін тексеріп шығу үшін принтерді полный шашу керек. Сонда ғана полный шашу деген сөз барлығын емес, тек қана крышкаларын ашып, датчиктер орналасқан жерлерін тексеріп шығу керек. Мына крышканың артқы жағында зашелкалар бар, соны тауып ашуымыз керек. Негізі принтерні шашу деген өте қиын, күрделі, машақатты жұмыс. Бірақ дегенмен аккуратно жұмыс істеу керек, бір жерін сындырып алмай. Егер бір жерін сындырып алып, немесе бір жері қалып кететін болса, ол принтер кейін ақау беріп жұмыс істемей қалады. Сол үшін шашу барысын, жинау барысын барлығын жаттап отырған дұрыс. Рет-ретімен. Принтерді ашып шашу, қайтадан жинау видеоларын осында қайта-қайта қарап, үйреніп жаттасаңыз болады. Осы менің каналымда видеолардан. Сол үшін каналға тіркеліңіздер. Әртүрлі техникаларын жөндеу туралы видеолар шығып тұрады. Подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар және комментарий қалдырыңыздар. Мінекей байқасаңыздар, бірінші крышка ашылды. Тура дәл сондай тәсілмен екінші крышканы ашамыз. Мен қасымда сол принтердің егесі тұр. Қай жерлерін қалай ашуды өзі кеңес беріп көмектесіп жатыр. Әрине мен бұл принтерді бірінші рет алғаш рет ашып жатырмын. Сол үшін қай жері қалай ашылатынын мен тексеріп шығып жатырмын. Ешкім бәр нәрсені біліп туылған емес бұл өмірде. Сол үшін бәр нәрсені нөлден бастап үйренген дұрыс. Мінекей мына кабельдерді босатамыз. Мен жаңа айтқан секрет. Жоғарғы беттегі сканерді ажыратып алу үшін мына кабельдердің шлейфтерін босатып алуымыз керек. Оларды босатпай біз ешқандай жоғары сканер қабатын ажыратып аламаймыз. Мына шлейфтерін босатып алдық. Енді соланы бері қарай шығартып алу керек өз орнынан.
бір қолымызбен сканерді ұстап тұрамыз, әйтпесе ол құлап кетіп бір жері сынады. Бір қолымызбен шлейфтерін, кабельдерін шығарамыз. Негізі осында кабельдер қай жерге қосылғанын, қай жерде тұрғанын суретке түсіріп алған дұрыс. Өйткені ұмытып қалуымыз мүмкін. Сол үшін мен телефонды алып бір рет суретке түсіріп аламын. Міндетті түрде. Өйткені кабельдер, кез келген принтердің немесе компьютердің ішінде кабельдер көп болады. Ол кабельдер қай жерге қосылған, қандай жолмен барып қосылған, түстер және порттар қандай екендігін біліп тұру үшін түсіріп алуымыз керек. Мінекей мен түсіріп алдым, телефонға сақтап қойдым. Енді кабельдерін қайтадан шығарып, жоғары қабатта сканерін бөліп алуымыз керек. Біз қазір кабельдерін қайсы орыннан босатып алдық. Кейін қайтадан жинау барысында қайтадан дәл сол өз орнына орналастыруымыз қажет. Соны мұқиятпен жаттап алғанымыз дұрыс. Мұқият бол. Мына бір жерде кабельді шуруп ұстап тұр екен, соны босаттық. Яғни массаны. Ол масса жасыл түсті болады. Мінекей шлейфтерін босатып, жаймен аккуратно сындырып алмай. Мына ақ шлейф, ол медный шлейф болады, сынып кетуі мүмкін. Бөліп алдық, бір шетке қоямыз. Мен жаңа айтып кеткендей, барлығын рет-ретімен босату қажет. Аккуратно жұмыс істеу керек, аккуратно босату керек, ешбір жерін сындырып алмай. Әр түрлі майда элементтері қай жерден түскенін біз біліп отырмыз керек. Кішкентай бір элемент болса да қалып кететін болса, жинау барысында принтер міндетті түрде ақау береді және жұмыс істемей қалады. Сол үшін мұқият болу керек. Мінекей картриджді салатын орынның крышкасына бөлшектеп жатырмыз. Мына ақ держак бар, ақ держак, соны жаймен өзінің айналма ілмегі бар, соны айналдырып пластмасса болады. Соны сыртқа шығартсақ бөлшектенеді. Мінекей бізге отвертка керек. Өзінің держагын жаймен шығартып аламыз да, босатып аламыз. Мінекей осындағы майда шүйде элементтер қалып кетпей керек, жоғалма керек. Босатып алдық. Ол дұрыс. Қайтадан өз орнына қатырып қоямыз. Жаңа ілмекті, держакты жоғалып кетпеу үшін. Енді артқы қабаттың крышкасының қапқағын ашамыз. Екі шұрық бар екен жоғары жағында, соны босатамыз. Компьютерлік техникаларын жөндеуде, принтерлерін жөндеуде еш нәрседен қорықпай жөндеп көруге болады. Бірақ бір кеңес берейін. Ешқашан білмей тұрып бір нәрсені ашудың керегі жоқ. Алдымен YouTube'дан іздеп тауып, бір танысып алып, қай жер қалай болатын өзіңізге уверенный болып, шамалы болса да, бір 50% болса да бір нәрсені үйреніп алып, YouTube'дан сосын бар жөндеуді бастаған дұрыс деп айтқым келеді. Мына жоғары крышкасını ашу барысы 3 шұрып бар екен, 3 шұрыпты босатамыз. 3-ші шұрып бір шетте тұр екен. Естеріңізге салайын, қай жерден шұрып босаттыңыз, дәл сол жерді жаттап алғаныңыз дұрыс. Бірде бір шұрып қалып кетпей керек. Мінекей бізде 4 датчик, міне бір датчик босап кеткен екен. Соны жаймен орнына кіргізіп қоямыз. Өзінің орны бар, түсетін. Түсірдім, басылып тұр.
пружинамен ілініп тұрады бұлар датчиктер. Бұл датчик қағазды өткізіп тұратын датчик. Мына екінші датчик бізде қағаздың бар жоғын тексеретін датчик. Ол істеп тұр, жақсы істеп тұр, мынау істеп тұр. 4 домалақ роликтер олар істеп тұр. Біреу істемей қалған еді, орнына қойдық. Енді бұл жоғары датчиктер, төмен жақта тағы да датчиктер бар. Төмен жақтан қағазды тартатын тағы да датчиктер бар, соны тексеріп шығу керек. Ол үшін артқы қабаттың крышкасын ашу керек. Жанындағы және артқы қабатта. Мына жерде шұрық бар екен, біз соны босатамыз. Шұрықтарды қай жерден босап жатқанына естеріңізге сақтап отырғандарыңыз дұрыс. Крышка ашылмай жатса, жан-жағына қарап тексеріп шығу керек, қай жерден ұстап тұрғанына. Осындай жаймен, кішігірім қимылмен итермелеп ары-бері тартып көрсеңіз, өзі білінеді қай жерде ұстап тұрғанын. Мына қасындағы егесі айтып жатыр, мына жерде бір жерде шұрып ұстап тұр деп. Ортада шұрып бар екен, соны босатамыз. Мінекей босаттық. Тағы да бір жер ұстап тұрған сияқты. Мінекей мына темірді жоғары көтеріп босатамыз. Принтердің бұл жағы қиындау шығып жатыр. Өйткені бұл жағында темірмен крепление жасалған жері бар екен. Осы менің IT маман YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бұл каналыма мен әртүрлі принтерге қатысты проблемалар, мәселелер, заправка жасау, прошивка жасау, жөндеу жұмыстарын шығарып отырамын. Мына бір кішкентай бір элемент сынық шықты. Оны қазір тексеріп көрейік, қай жері сынық шыққанын. Мына жерде мына картридждің қапқағы бар екен, жоғары жақ, соның бір шеті сынған екен. Ол ешқандай жұмыс барысына әсер етпейді, дегенмен сынған екен. Сынған жерін таптым. Бұлайша қарасаңыз, принтердің жұмыс істеуіне ешқандай әсер етпейді екен. Бұлайша жұмыс істей береді. Енді ол өз орнына қайтып келмейді, дегенмен. Мінекей көріңіздер видеода. Бір шетте сынған екен. Клеймен жапсырған күйде де ол ешқандай нәтиже бермейді. Енді крышканы алайық. Мына беттегі крышка әлі бір жер ұстап тұр. Ішкі жағында темір бар екен, соны босатып аламыз. Өз басым аты жөнім Асаев Бабиржан болады. Мен колледжде жұмыс жасаймын. Кентау қаласында IT мамандығы бойынша сабақ беремін. Колледжде бос уақыт болған кезде осындай роликтерді, видео сабақтарды түсіріп YouTubeға салып отырамын. Мінекей босады.
артқы жағында 2 зашелка бар екен, соны босатқан кезде шықты. Енді артқы принтердің артқы жағында крышка тұр, соны жаймен арқаға тартсақ өзі жай босайды екен. Ол жағы қиын болмады. Мінекей полный шаштық крышкаларын. Мінекей мен қолыммен көрсетіп тұрмын. Төменгі жақта бір датчик тұр. Ол да роль атқарады. Қағаздың бар жоқтығын немесе замятие болып қалды дегенде сообщение беретін бір датчиктердің бірі болып саналады. Басып тексеріп көреміз. Ішінде пружинасы бар. Пружинамен дұрыс жұмыс істеп жатқанын тексереміз. Мына ортада тағы да датчик тұр. Оң жақта және орта жағында 2 датчик тұр. Олар дұрыс істеп тұр. Төмен жақта 2 датчик бар екен. Қағаздың тартылуын және жоғарыға жіберу барысын қадағалап тұратын датчиктер. Жоғары жақта датчикті тексеріп көрдік. Олар дұрыс істеп тұр. Тағы да тексеріп жатырмыз. Видеоның ортасында жаңа айтып кеттік, бір датчиктің істемей қалғанын көрсеттік. Ролик сияқты датчикті. Принтерді қосып тексеріп көрейін десем, жоғары сканер қабатын алып тастаған екенмін. Сол үшін қазір қоса алмаймын. Датчиктен тағы да қайта тексеріп көремін, дұрыс істеп тұр. Орта датчиктер, роликтер дұрыс істеп тұр. Жоғары жақта дұрыс істеп тұр. Бірақ мен де әлгіден күмәнданып тұрмын. Тағы да бір жерінде датчиктер болу керек. Соны іздеп жатырмын. Қарастырып іздеп көріп жатырмын. Қай жерде тағы датчик болуы мүмкін деп. Ол замятие бумаги деген сообщение, яғни ақау. Барлығынан шығуы мүмкін, немесе тек бір-екі датчиктерден ғана шығуы мүмкін. Сол үшін ол жерде қағазды айналдыру барысында қағаздың бар жоғын тексеріп тұратын датчиктер өте көп. Біз қазір 1, 2, 3, 4, 5 датчик түрін таптық. Төмен жақта 2, жоғары жақта 3. Бұл ақау ненің кесірінен пайда болғанын қазір айтамын сіздерге. Мінекей таптым. Орта жағында бір датчиктің пружинасы шығып кеткен екен, мінекей көтеріліп кеткен. Ол да бір датчик. Өз орнына қойайын десем, пружинасы орнынан босап шығып кеткен екен. Мына ортада датчикті орналастыру үшін өзінің пружинасын, өзінің ілетін жері бар, ілмегі. Сол ілмегіне айналдырып ілміп қойдым, болды. Сонымен жөнделді. Ол бір. Екіншісі, ішкі жағында термопленкаға бір қағаз оралып қалған екен. Яғни 2 қағаз. Мына біреуін тауып алдық. Оны алу үшін маған пинцет керек, немесе утконос керек. Мына ортада датчиктің қазір пружинасын 2 рет айналдырып, ілмекке іліп жіберсем болды. Сол кезде жөнделеді. Оны ешқандай клейлеп отырудың қажеті жоқ. Салыстырмалы түрде тексеріп көріп жатырмын. Қолымда ұстап тұрған датчик қалай жұмыс істейді, және ортада датчик қалай жұмыс істейді. Ол басқан кезде пружина өзіне тартып алу керек екен. Қолыммен ұстап тұрған. Ал ортадағы айналмай тұрған датчик, онда тура дәл сондай пружинаны қатырып қою керек, іліп жіберу керек.
Мен фонармен ішкі жағын тексеріп жатырмын. Термопленканың бетінде бір нәрсе тұрған сияқты. Термопленка деген ішінде печка бар. Печканың бетінен айналып оралған термопленка бар. Және де мына қызыл көріп тұрсаңыздар, қызыл ұзын вал тұр. Ол печка болып саналды. Яғни термопечка. Мінекей, ішінен қағаз шықты, кусок қағаз. Бұл да ақау береді. Ол жаңағы ақаусыз, байқаусыз, яғни білмей қағаз ішіне салып жіберген біреу. Сонымен қазір біз осы уақытқа дейін принтерден 2 датчигі істемей тұрғанын байқадық. Бір қағаз алдық ішінен. Қазір мына бауырым, яғни принтердің егесі, бір қағаз таптым дейді, соны алып жатыр. Кусок қағаз қалып кетсе де, кішкентай кусок қағаз қалып кетсе де, соның өзі ақау бере береді. Себебі ол ішіне кіргеннен кейін, қайда шығып кетуін білмегеннен кейін ашып шығарады. Мінекей тағы да фонармен қосып тексеріп шығамыз. Еш нәрсе шықпады. Сонымен бір датчиктің орнына орналастырдық. 2 кусок қағаз табылды. Екінші датчиктің орны босап кеткенін көрдік. Мінекей сол өз орнына пружинасын қатыруымыз керек болды. Осындай принтерлерді, майда шүйде принтерлерді жөндеу барысын ақшасы 20-30 теңге болады. Бұл принтерді компьютерлік сервиске апармай-ақ, осы жерде колледжде тұрып-ақ жөндедік. Яғни самоучка болып, жобалап, әрекет жасап, рисковать етпегендей жөндеп, өзіміздің білім біліктілігімізді арттырдық. Келесі ақаулар шыққан кезде біз қорықпай істей аламыз. Мінекей пружинамызды 2 рет айналдырып, жаңағы ортада датчиктің пружинасын 2 рет айналдырып, өз орнына қайтадан іліп жатырмын. Жаңа босап кетті ол. Мына жер онша көрмей қалыпты. Негізі бұлай қарасаңыз, қарапайым жұмыс, ешқандай қиындық жоқ. Ол жерде супер жаңағыдай инженер болуың қажет жоқ. Күшті бір программист болуың қажет жоқ. Қарапайым жұмыс, үйде орындайтындай қарапайым адам да істей алатын жұмыстардың бірі. Мінекей айналдырып тартып тексеріп көреміз. Пружина орнына түсті ма жоқ па? Мінекей дұрыс істеп тұр. Отвертпен басып тексеріп көріп жатырмын. Басып тексеріп, міндетті түрде тексеріп шығу керек. Чтобы кейін принтерді жинап болғаннан кейін қайтадан сол жер істемей қалатын болса, қайтадан шашылып отырмау үшін. Тағы да бір тексеріп шығамыз. Барлығы дұрыс істеп тұр. Жөндеу барысында бір жерде жөндедіңіз ба, тексеруден ерінбеңіз, қайта тексеріп шығыңыз. Бір рет өлшеп, 7 рет өлшеп, бір рет кес деген мақал бар. Сол сияқты 7 рет тексеріп, сосын барып принтерні біразола жапқан дұрыс. Біразола жинастырып, құрастырып, тексеріп шыққан дұрыс. Сол кезде сіз уверенный болып, принтердің егесіне айта аласыз, жөндедім деп. Сол жөндеген жұмысыңызға сіз ақша аласыз. Соны ұмытпаңыз. Әрқайсы үйренген біліміңізді сіз табысқа айналдыра аласыз. Сол үйренген нәрсеңіз арқылы сіз ақша таба аласыз. Мына датчик еш орнына түспей кетті. Бір рет айналдырып қойғаным жетпеді. Меніңше соны 2 рет айналдыру керек. Өйткені пружина әбден созылып кеткен. Пружинаны 2 рет, 3 рет айналдырып, сосын барып ілем қазір.
Ол жері пружина айналма пружина. Бір жағы датчикке ілінді, бір жағы ілмекке іліну керек. Мінекей енді ілінді. Тағы да бір тексеріп көреміз. Енді дұрыс болды. Бұл техника дұрыс болды. Бұл техника бұзыла береді. Оны кімдер жөндей береді? Біз сияқты инженерлер, операторлар жөндей береді. Біз сол үшін ақша табамыз. Біз сол үшін айлық аламыз. Болды. Ақаулардың бәрін таптық, мәселені шештік. Проблема жойылды. Енді қорықпай қайтадан басынан құрастырамыз. Енді құрастыруда біз ең соңғы қайсын алдық, тура соны салуымыз керек. Артқы крышкаларына. Жаңа біз қандай реттілікпен ашқан болсақ, сондай реттілікпен артқа қайтып құрастырып шығуымыз керек. Естеріңізге қайтадан салайын. Міндетті түрде қалай шаштыңыз, қалай шашқаныңызды, қай жері босатқаныңызды, қай жерде не бар екенін жаттап жүріңіз. Шашу барысында және жинау барысында. Сосын мына крышка бар, біз соны орнына қоямыз, ілмектерге сүріп, сосын жай кіргіземіз. Қайталап айтайын. Жинау барысында және шашу барысында біліп отырыңыз, жаттап отырыңыз, қай жерін босатқаныңызды, және қай жерде шұрыптар бар, қай жерде элементтер бар, қай жерде майда элементтер, қай жерде үлкен элементтер бар, соның бәрін біліп жүргеніңіз жақсы. Яғни запчастар демекшімін. Мінекей орнына түсіріп жатырмыз қайтып. Жаңа алынған темірін қайтып өз орнына қатырмыз керек. Бір шұрып ашылған сол жерде бір шұрыппен қайтадан өзінің шұрыппен қатырамыз. Әрине видео ұзақ болып тұр, бірақ мен әдейіге видеоны ұзақ қылдым. Дұрыстап көріп, түсініп алып, үйреніп алсын деп. Егерде видеоны біз қысқартып түсіретін болсақ, сіздер көрермендер ешнәрсе түсінбей қаласыздар. Сол үшін мен асықпай видеоны басынан аяға дейін тездетпей, аккуратно түсіндіріп, монтаж жасап шығардым видео YouTube'ға. Мінекей шұрыптарын қатырдық. Енді темірді ұстап тұратын тағы бір шұрып бар, соны қатырып жатырмыз. Бір тексеріп шығамыз міндетті түрде. Келесі жұмыс бізде жоғарғы қабатты крышканы жабуымыз керек. Онда өзінің түсетін орны бар, екі жағында. Дұрыс түспей қалды, қайтадан алып, қайтадан қойымыз керек. Мінекей енді түсті. Түскеннен кейін ол жерден біз 3 шұрып алған едік менімше. Сол 3 шұрыппен обратно қайтадан қатырып қойымыз керек. Дұрыс отвертка таңдап, магнитный бар. Шұрыптарын магнит сияқты жабыстырып алатын магнитный отвертка алған дұрыс. Менің қолымдағы отвертка ол магнитный отвертка. Шұрыпты жабыстырып қойып, қатырған кезде түсіп қалмайды. Сол үшін жақсы магнитный отверткалар. Оның отверткаларын қайдан алуын сұрасаңыздар, кез келген сантехника магазине, строй магазинге баратын болсаңыздар, магнитный отвертка бересіңіздер береді.
Менің қасымда шәкірттерім отыр. Олар да қарап отыр, қалай шашып қайтып қалай жинаған барсын. Олар да қолымда үйреніп жатыр. Мен өзім 20 жыл тәжірибем бар болған үшін шәкірттерім де көп. Түстен кейін сабақтан түстен кейін қалып осы жерде ремонт жұмыстарын жүргізуді үйренеді. Яғни үйірме сабақтар болады. Егер де сіздерге үйірме сабақтарын көрулеріңіз керек болса, комментарий қалдырыңыздар. Үйірме сабақтарын түсіріп YouTube'қа шығарып отырамын. Үйірме сабақтары негізі өте керемет сабақтар. Неге десеңіз, үйірме сабақтарында білімдер кітапта жоқ білімдер болып саналады. Мен өзім 20 жыл тәжірибем бар IT саласы бойынша. Сол үшін мінекей кіріскеме жауап береміз. Мен бір сөзін айтып берейін. Үйірме сабақтары мен әртүрлі секреттерді айтып түсіндіріп бөлісіп отырамын. Жоғары қабатта сканер әкеп өз орнына қойдық. Енді келесі жұмыс бізде шлейфтер мен кабельдерін жалғау. Мен жаңа ескертіп айтқандай, кабельдер қай жерден шықты, қай жерге барып қосылды, қандай жолмен барғанын жаттап алыңыз деп. Мына жерде бір жерде өтетін жері бар, сол жерде кабельден жинап өткізу керек. Аккуратно. Мына плоский ақ шлейфтер медный болып саналады, мыстан жасалған. Біз соны қайырып сындырып алмауымыз керек. Өте нәзік шлейфтер олар. Әрқайсы шлейфтің өзінің жолы бар, өзінің орны бар. Платада жүретін, яғни ішінен апарып алып келетін өзінің жолдары бар, қатарлар. Сол орындарына орналастыру керек. Мінекей біз ақ шлейфті орналастырдық. Енді екінші шлейф қалды, соны орналастырамыз. Өзінің орнына. Өзінің ілмектері бар, арнайы. Және жалғап кетеміз бірден. Бұл жерде шлейф екі түрлі, біреуі қалың, біреуі жіңішкелеу. Олар бір-бірінің орнына, порттарына сәйкес келмейді. Ауыспайды, яғни әрқайсы шлейфтің өзінің порты бар. Жалғап болдық. Екінші қалыны жалғаймыз қазір. Мінекей жалғандық. Жалған кезде бір-бір тексеріп шығамыз. Міндетті түрде бір-бір басып. Дұрыс болса, келесі кабельдерін жалғаймыз. Бұл бізде кабель питания. Блок питания апарып жалғаймыз. Мінекей 5 вольт, яғни бұл өз орнымен апардық. Енді жасылсын бізде масса болып саналады, минус. Соны өзінің қатыратын жері бар. Бір сүртпен қатырылған ет жаңа. Міндетті түрде қатырып кету керек. Өйткені сканерге масса керек болады. Масса болмаса, ақаумен жұмыс істейтін болады сканер. Менің каналыма тіркеліңіздер. Әртүрлі сұрақтар болса қойыңыздар, комментарий қалдырып. Белгілі бір тақырыпта видео түсір десеңіздер, ұсыныс беріңіздер. Мен сол тақырып бойынша видеолар түсіруді бастайын. Менің каналыма тек қана құрылғыларды жөндеу емес, программаларды установка жасау, қандай да бір программаларда жұмыс жасауды туралы видеолар шығарып отырамын. Каналға міндетті түрде тіркеліңіздер. Бұл каналда әртүрлі қызықты, қажетті видеолар шығарып отырамын. Мына жеріме крышканы орналастырған барысында бір ақау беріп жатыр. Зашивканың орнына түспей жатыр.
Соны бір жан-жағына қарап тексеріп, сосын барып түсіру керек. Жаймен іліп қойылу салуын керек жоқ. Ары бері тексеріп шығу керек. Мінекей бізде жағын екінші жағын жаптық. Енді жоғары жағында крышканы жабамыз. Өзінің орны бар, сол жерге түсірдік. Енді жаңа держак бар, сол держактың ілмегін іліп крепление істеу керек. Яғни ілгек сияқты ілмегі бар, соны кіргізіп береміз. Мінекей кіргіздік. Аккуратно істейміз. Жауып қойдық. Ол жері бітті. Бір тексеріп шығамыз. Енді келесі бізде сканердің ұстап тұратын держак. Соны ілуіміз керек. Оның да өзінің түсетін жері бар. Ілу жердік. Передний крышка, алдыңғы крышканы өз орнына түсіреміз де, және шуруппен қатырамыз. Алдымен астыңғы жағына защелканы түсіріп, сосын барып төбе жағына жабамыз. Принтердің артқы жағында екі шуруп қалып кетті, соны қатырып жібердім. Мінекей бір кішкентай бір элемент қалып кетті, соны өз орнына қойдым. Яғни мен ескертіп айттым, элементтер қалып кетпей керек деп. Мінекей астыңғы защелканы кіргізіп, сосын барып төбе жағын итереміз. Сол кезде өз орнына түседі. Оңаша түспей жатыр, жан-жағына қарап тексеріп қайтадан түсіруіміз керек. Мінекей өз орнына енді түсті. Бір тексеріп шығамыз. Мінекей өз орнына түскеннен кейін енді шуруптарын қатырамыз. Өте жақсы. Барлығын дұрыс құрастырып шықтық. Столдың бетіне бір қарап шығыңыздар. Ешқандай шуруп қалып кетпей керек, және артылмау керек. Сонар естеріңізде болсын. Төменгі жақтан қағаз салатын кареткасын орналастырдық. Дұрыс түсті. Енді келесі жұмыс қағазды басып шығарып тексеріп көру. Қағаз дұрыс тартыла ма, дұрыс шыға ма деген сөз. Сол кезде заметьте бумаги деген ошибка шыға ма, жоқ па, соны тексереміз. Егер де қағаз кез келген ксерокс немесе компьютерден қағаз шығару барысында дұрыс өзінің орнымен шығатын болса, онда ақау жойылды деген сөз. Ақаулар. Картриджі өз орнына саламыз. Менің каналыма кірсеңіздер, осы картриджі қалай заправка жасау бойынша видео бар. Соны бір қарап шығыңыздар. Бұл картриджі заправка жасау шамалы қиындау. Оны қалай оңай жолмен заправка жасау жолын үйретемін. Каналыма кіріп көріңіздер. Картриджі салдық. Бір тексеріп көреміз. Крышкасын жабамыз. Тазалық сақтау керек. Сканерді жабамыз. Енді келесі жұмыс неден шығарып көру. Ксерокстан немесе принтерден қағаз шығарып көру. Бұл 3 в 1 принтер. Ксерокс, сканер және принтер. Өте жақсы принтер. Лично маған өзіме ұнайды. Сапалы, качественный шығарады. Моделі ерекше болғанымен өте керемет. Мінекей ксероксын шығарып көріп жатырмыз. Жай ғана қағазды тартты, ол жақсы, керемет. Қағазды шығарды. Таза сапалы шықты. Мінекей керемет, жақсы. Мәселе проблема шешілді. Сонымен заметьте бумаги деген проблеманы осындай жолмен шештік. Датчиктерді өз орнына қойып, болған соң проблеманы жойдық. Менің каналыма тіркеліңіздер, міндетті түрде подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, сұрақ қойыңыздар. Рахмет.